ұлттық салт дәстүрімізге, яғни біздің ұлттық қазынамызға, ұлттық руханиятымызға қатысты сұрақтар. Бастасақ, бірінші сұрақ: Наурыз көк дегеніміз не? Наурыз айында ұшып келетін құсты айтады. Оны деген көне деген шығыс ауданында көп күтеді. Мысалға, наурыз көгім келді ау деп, мысалға, оны қақпай, не істемей, қорқытпай, үркетпей, банағыдай асыл, банағыдай қасиетті құс деп қарсы алған. Көрісу салты дегеніміз не? Көрісу күні дегеніміз ол наурыз айында 14 күні болатын, осы біздің батыс өңірінде салт дәстүріміз. Біздің ол ауыл деген ауыл аймақтарда үлкен кісілерге банағы келіп, банағы кешірім сұрап, банағы өкпе реніштері болса, банағыдай соны кешіріп, банағы ас етін болса, ас етін салып, сөйтіп әжелерімізге, аталарымызға банағыдай қонақтарын қарсы алып, сөйтіп не істейтін болған, көрсететін болған. Борандар көп болды ғой, қатты салқын боран, сөйтіп қыстан аман шықтық деп, бір-бірімен көктемде күн жылығасын амандасуға барады екен үлкен кісілерге. Ұлттық аяқ киімдерді білесіз бе? Байпақ жатады, жаңағы мәсі жатады, кегіс деп аталады тағы. Үшкіреттік, әйел адамдардың тағы басқа да аяқ киімдері бар ғой. Үшкіреттік, жұмсақ табан деген не болған, аяқ киім болған. Байлақ, салтама, сосын шоқай. Әйел адамдарға арналған әшекей бұйымдар. Бірінші көтерді. Алқа, білезік, сақина, шашбау. Тереуіш, сосын сақина, сосын оймақ істейтін болған бұрын. Саусақтарына ине кіріп кетпеу үшін соны киіп отыратын болған. Сосын оймақ, сосын шолпы дейді. Білезікті айтты ма? Білезік сосын шашқап дейтін болады екен. Шашқап деген болады, шашбау, шашқап, шашбау болады. Байғазы деген қандай салт дәстүр? Мына жерде көтерді. Толықтай жауап болса. Байғазы деген бұрында ауылдарда балдар деген ауыл аралап, жаңа киім киген кезде ауыл аралап, жаңа киіміне байғазы сұраған. Сонда көрімдік, сонда айтқан: киімімді көріңдер, етегімне төгіңдер, барар жерім әлі көп, байғазымды беріңдер деп байғазы сұраған. Керемет, толық жауап болды. Келесі: киіз үйдің түрлері. Кім жауап береді? 4 қанатты болады, 6 қанатты, 8 қанатты, сосын 12 қанатты болады. Нақты, толықтай. Сіз толықтай жауап бересіз. Түрлері. Ақ орда, боз үй, сосын қалай еді? Боз үй, ақ орда, ақ үз. Киіз үй екіге бөлінген, қазақы және қалпақ. Ол да түрлері. Сосын киіз үйдің түрлері: ақ үй, қоңыр үй, жаңағы деген жастардың отау, отау деп айтылған. Жастардың киіз үйлері отау. Потом жолаушылардікі жолым үй. Тұсау кесер дәстүрін білеміз бе? Қыс мезгілі ма, жаз мезгілі ма қарайтын. Қыста болса, тоқшекті айналдырып, мысалға тоқшықпен кесетін болған тұсауын. Жазда болатын болса, ырыс, шөп, жасыл көп болсын деп, банағыда шөпті кептіріп, шөппен несетін болған. Ал ала жіппен деп, мысалға жақсы жағы болады, өмірдің жаман жағы болады, ала жіпті араластырып, сөйтіп тұсауын кесетін болған. Сосын баланың ал жағынан емес, арт жағынан кесетін болған, чтобы бала алға қалай ұмтылып баратын жерін табу. Мысалға, Құдай оған деген ақыл несетін болса, маңдайынан сүйген болса, ол бана ақылды, мысалы, ғалым кісі болады да, ауызынан сүйген болса, онда банағыдай жақсы сөйлеп, шешен болады. Қолынан сүйетін болса, онда күйші болады, аяғынан сүйсе күшті биші болады. Керемет, толық жауап. Өте керемет болды. Енді бесік той қалай өтеді? Баланы бесікке саларда бірінші кіндігін бекітеді екен. Кіндігі жазылғаннан кейін тек бесікке салу несін шарасын бастайды екен. Бала дүниеге келген кезде оның анасына сорпамен ет береді екен, соны 40 күн бойы ішу керек. Сол үшін бала батыл болып, андай несі дені сау, жақсы болып өседі да бала. Бесікке салар кезде қыз балаға әдемі сұлу болсын деп, негізінде ата әжелеріміз көпшігінің астына тарақ айна салған. Ал бала батыл болсын деп, оған жаңағы пышағын қойған, сондай жамандықтан сақтасын деп. Ал одан бәрінен салар бұрын бесікке
бірінші оның ішін негізі бүйтіп аластаған отпен. Неге? Себебі ол бесіктер ұсталмай тұрады да, ол жерлерге жаман нелер жиналуы мүмкін. Сол себепті аластап, кейін жаңағы көрпесін, көпшігін, шүмек өзінің құралдарын қойып, одан кейін әжелеріміз баланы жатқызған. Енді бесіктің қасынан шығып ас үйге барайық. Қазақтың ұлттық ыдыс аяқтары. Ыдыс аяқтан ең бірінші от пісіретін жеріміз ошақ болған, әр үйде болған. Сосын қазан, сосын шолпы, ожау, содан табақ, тоспақ, ағаш аяқ деген бар. Сосын мен қосайыншы, қазақтар сосын жаңа торсық деген бар, оған сусын салып, бірге жолай алып жүрген, сондай қымыздарын сақтаған жол торсық. Алыс жолда. Наурыз көжеге қосылатын жеті тағамды кәдімгідей ретімен толықтай кім жауап береді екен? Бірінші су, дос, сосын арпа, оның ішіне пиролог күріш жатады, сосын барып деген еттен кейін барып банағы жеміс көп болсын деп бана жемістен салады, жемістен кейін құрт салады, құрттан кейін айран салады. Бүгінгі жаңа наурыз мейрамына бізде әз наурыз деген мәдени шара өтті. Жаңа салт дәстүрімізге сай өте жақсы шара өтті деп ойлаймын. Көп нәрсе бүгін біліп өттік және терең салт дәстүрі туралы терең көп нәрсе білдік. Өмірімізде естімеген кейбір нәрселерімізді де былай айтқанда жаңа үлкен Әділқазы әжеміз болды. Әділқазы арасында сол әжемізден жақсы көп нәрсе пайдалы өзімізге жаңағы өзіміз қазақ ұлтымызға, салт дәстүрімізге, исламымызға соған пайдалы жақсы нәрселер терең алдық деп ойлаймын. Көп нәрсе бізге үйретті. Жаңағы осы наурызға сай, наурыз көже туралы қалай бұрынғы қазағымыз, әжелеріміз қалай жасаған, жет нәрсе, ас нәрсе дейді, наурыз көжесіне салынатын. Сосын жаңа салт дәстүріміз күзде туралы көп естімегенмін. Оның түрлері, жаңағы әшекейлер, қазақтардың жаңағы қысылу қыздардың жаңағы киімдері, жаңа қазақтардың салт дәстүр жаңағы ыдыстары қандай нәрсе пайдаланған кезінде деген сияқты өте көп нәрсе пайдалы алдық. Шара өте жақсы болды. Жаңағы өзіміз қатыстық бұл шараға, орын алдық және дәстүрлі қазақи тамақтарымызды дайындап алып келдік. Соның ішінде өзім бешбармақ өзіміздің әр үйде қонақ келгенде ас жаямыз ғой, сол асымды әкелдім бүгін. Сол сұрақтарға жауап беру өтті жаңа шара. Бірінші орын алдым.
не айтсам да өте қатты ұнады, ойламаған жерде орын алдым бірінші жүлде, және көп нәрсе білдік. Өзім соған қуаныштымын, бір сондай әсер алдым, бір түсіндіре алмаймын енді, бір өте жақсы әсер алдым. Көп нәрсе үйрендім, білдім, енді соны іске асырсақ әлде де ойлаймыз. Және көп рахмет, Аманат Жайық қоғамына көп рахмет, жаңа теологтарына, бәріне Алла разы болсын. Қуаныштымыз, осындай нәрсе жыл сайын болып тұрса деп қуаныштымыз.